Тойда такбір айту жаңа тренд пе? Соңғы уақытта қазақтың той мәдениетінде бұрын соңды көрмеген, ел естімеген жаңа модалар шығып жатыр. Бұрын бір-біріне тілек айтып, бата беретін жұрт енді сахнаға шығып, такбір айтып, діни ұран тастайтындарды көре бастады. Қазақтың тойы ғасырлар бойы қалыптасқан синкретті мәдениет. Мұнда әдет ғұрып, бата, ән-күй тіпті әзіл араласқан. Ал такбір айту діни рәсімнің бөлігі. Бүгінде әсірелеуші топ бұл сөзді тек формальды түрде емес, эмоционалды түрде, мерекелік визуал әсер ретінде қолдана бастады. Діни рәміздер мен рәсімдерді қоғамдық іс-шараларда қолдану әрқашан саяси және мәдени әсерге ие. Бұл діни ұстанымда қоғамдағы норма ретінде көрсету қадамы болуы мүмкін. Бұлай жалғаса берсе, байқаусызда зайырлы қоғамның шекарасын өзгертіп алуымызда ғажап емес. Қазақстан зайырлы мемлекет, сондықтан діни ұрандардың қоғамдық жиындарда дауыстап айтылуы діни символикалық қоғамдық кеңістікке орынсыз араласу ретінде қабылдануы мүмкін. Әсіресе такбір сөзі жаһандық медиа кеңістікте көбіне діни саяси реңкте, тіпті радикалды топтардың ұраны ретінде де жиі кездеседі.